Сәлем достар, сіздермен Нұрсезім. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі ерекше болып шығатын курица по-французски дайындаймыз. Алдымен тауық етін жуып, оны осындай ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Үстін пищевой пленкамен жауып, осындай ас үйге арналған балғамен, яғни молотокпен ұрып шығамыз. Кейін тауық етін маринадтап аламыз. Ол үшін кез келген специяларды қоссаңыз болады. Мен бүгін тұз, паприка және хмели сунели қосқан болатынмын. Осыларды сеуіп, маринадтап қоямын. Тазартылған картопты осылай видеода көрсетілгендей домалақ бөліктерге бөліп турап шығамыз. Кейін пиязды екі бөлікке бөліп ұзынша етіп турап аламыз. Осындай төрт бұрышты орташа формада пісіретін боламын. Алдымен форманың астын майлап аламыз, кейін оған ұзынша етіп туралған пиязымызды орналастырып шығамыз. Ыңғайлы болу үшін майонезді кондитерский мешокқа салып алсаңыздар болады, және пияздың үстіне жағып шығамыз. Кейін оның үстіне домалақтап туралған картопты орналастырып шығамыз, және әр слойдан кейін майонезді жағуды ұмытпаймыз. Сондай-ақ татымына қарай шым-шым тұз қосып жіберсеңіздер болады. Картоптан кейін біздің дайын тұрған тауық еттерін орналастырып шығамыз. Оның үстіне әдеттегідей тағы да майонез жағып шығамыз, және одан кейін тағы соңғы слой картопты орналастырып, үстіне кішкене ғана майонез себеміз, және қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30 минутқа жібереміз. Картоптың пісу уақытына қарай көресіздер, яғни ол 30-25 немесе одан да ертерек болуы мүмкін. Және 30 минуттан кейін алып, үкіштен өткізілген сырды сеуіп, тағы да 10-15 минутқа пешке жібереміз. Біздің кешкі ас дайын болды. Өте дәмді әрі тез жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің каналымнан көптеген тағамдар мен тәттілердің рецептін таба аласыздар, кіріп көріңіздер. Және Instagram парақшамда мен басқа да рецептермен бөлісіп отырамын, кіріп жазылып алыңыздар. Баршаңызға ас болсын.